Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Жақында ютубты парақтап отырып, Балқия Балтабай мен Айнұр Тұрсынбаеваның сұхбатын көріп қалдым. Миллионер ханым Айнұр Тұрсынбаева өзгерісті Джон Кеханның, Брайан Трейсидің кітаптарын оқудан бастағанын айтты. Менің де өмірімдегі өзгеріс кітап оқудан басталып еді. Сол жылдар есіме түсіп отыр. 40 жас адам өмірінің маңызды белесі. Дәл осы уақытта көпшілік өмірімде не бітірдім, қайда бара жатырмын деген сұрақтарды өзіне қоя бастайды. Мен де осы сұрақтарды өзіме қойып, үлкен өзгерістерді қолға алдым. Бәрі туған күннен басталды. 3 жыл бұрын 40-қа толған туған күнімді кафеде шағын ғана атап өттім. Достарым мен жақындарым көңілді кештің куәсі болды. Бірақ таңертең енемнің айтқан бір ғана сөзі мерекелік көңіл күйімді су сепкендей басты. Ол жетіскен адам кафеде туған күн тойлайды, қандай жетістігің бар деді. Бұл сөз ойымнан шықпай, түнде ұйықтай алмадым. Түні бойы санамда мынандай сұрақтар легі толастамады. Не бітірдім? Ауылдан басқа нені көрдім? Үй атамның атында, жеке басында ештеңе жоқ. Мектепті де университетті де қызыл дипломмен бітірдім, бірақ жалақым 250 мың теңге ғана. Неменеге жетісіп қарыз алып туған күн тойладым. Өмірімді өзгерткім келді, бірақ қалай? Бір күні Инстаграмда белгілі бір мотиватордың өзгеріс ойдан басталады деген кеңесін оқыдым. Сол күні-ақ өзімді дамытуға шешім қабылдадым. Интернеттен мотивациялық кітаптарды іздеп жүктеп алдым. Ай сайын бір кітап оқимын деп мақсат қойдым. Әрине уақыт бола бермейді. Интернеттен аудио кітаптарды жүктеп аламын да, ыдыс жуып жатып жұмысқа бара жатқанда тыңдаймын. Бір әріптесімнің мына кеңесімен мені әрекетке көшірді. Ол, жамал оқығаныңды өміріңде қолданбасаң, бәрі бекер. Кітаптағы тапсырмаларды озат оқушы сияқты орындасаң ғана нәтиже болады деді. Мен әр кітаптағы идеяларды өмірімде қолданып, әдеттерімді өзгерттім. Бір жылда көзқарасым, ойлау қабілетім өзгерді. Мен тәуекелшіл батыл адамға айналдым. Кітаптағы тоқтама деген сөз менің ұраныма айналды. Үйде ұрыс-керіс болса да, біреу көңілімді түсірсе де, тіпті ауырып қалсам да, өзгерем деген жолда тоқтамадым. Бір жыл ішінде күйеуімді көндіріп, ауылдан қалаға көштік. Ауылда 10 жыл мектепте жұмыс істегенмін. Ал қалада мектепке орналасу үшін 1,5 миллион теңге сұраған соң, басқа жол іздеуге тура келді. Көп ойландым. Ақыры онлайн сабақтар түсіру туралы шешім қабылдадым. Алдымен курс оқыдым. Қажетті құрылғылар сатып алып, математика пәнінен ұбт-ға дайындайтын бейне сабақтар түсіруге кірістім. Алғашқы сатылымнан 2 миллион теңге тапқанымда өзіме сенбедім. Осы табыс мені одан әрі қанаттандырды. Ата-анамыз бақыт ақшада емес деп қате түсінік қалыптастырған екен. Мен сол ақшаның арқасында аз уақытта көп арманыма жетіп, бақыттың бесігінде тербеліп жүрмін. 3 жыл ішінде қалаға көштім, автокөлік сатып алдым, тұрақты әрі жақсы табыс көзіне ие болдым. Отбасымен Ташкентке, Ыстықкөлге, Бурабайға барып қайттық. Балаларым қосымша ағылшын тілі курсына барып жүр. Дүкендерден сапалы киім алатын болдым. Бұлар біреу үшін арман емес шығар, ал мен үшін арман болған. Бәрінен де энергиям мен өзіме деген сенім арта түсті. Енді мен тоқтамаймын. Үздіксіз даму мен әрекеттің арқасында 50 жасқа дейін көп жетістікке жетуім керек деп отырмын. Оқырманға айтпағым, өзгеріс жасау үшін батыл қадам қажет. Оқығанды тек білу жеткіліксіз, оны өміріңізде қолдану маңызды. Армандаудан қорықпаңыз, себебі адам шын қаласа бәріне қол жеткізе алады. Келесі бөлімде жолыққанша аман сау болыңыздар.